және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында елшілік не істеп жатыр, сіздермен байланысты орнату жөнінде айтып берсеңіз. Рахмет. Әрине, біздің елшіліктеріміз кез келген шет мемлекетте біздің азаматтарымызбен әрқашанда байланыста болады. Сондықтан кешегі ахуалды айтып отырсыз оңтүстік Кореяда. Жалпы мен білгенімше қазір негізі саяси жағынан бұл мәселе өзінің шешімін тауып отыр. Біз біздің сыртқы саясатымыз үшінші мемлекеттердің ішкі саясаттарына біз ешқашан кірмейміз, ешқандай баға бермейміз. Басты мақсатымыз қазіргі таңда біздің азаматтарымызды, Кореяда тұратын азаматтарымызды қорғау. Санға келетін болсақ, өздеріңіз білетіндей, бүгінгі таңда бізде Кореямен визасыз режим орнатылған, сондықтан Қазақстан Республикасының азаматтарының саны 30 мыңнан аса азаматымыз бар. Бірақ та енді айтып кететін бір жағдай, кейбір кезде біздің азаматтарымыз, Кореяда жүрген азаматтарымыз ішкі миграциялық заңды бұзып жүр. Виза мерзімін сақтамайды. Енді заңсыз болғанда, негізі, заңсыз деген сөз ғой, негізі виза бір айға берілсе, бір айдан аса Кореяда болып, сосын Кореядан шықпайды. Сондықтан бізге Корея тарапынан сұраныстар келеді. Сондықтан Корея тарапымен бұл мәселені біз екі жақты түрде шешуге тырысып отырмыз. Оның бір жолы бүгінгі таңда еңбек министрлігі, сыртқы істер министрлігі Корея тарапының EPS деген бір жүйесі бар, соған қосылып, Кореяға шығатын азаматтарымыз алдын ала бір айдың ішінде оқу курстарын өтіп, терең болмаса да жалпы оңтүстік Кореяның заңдарын жақсы түсінікті. Кешеден бері зардап шеккен немесе ұсталған қазақстандықтар туралы ақпарат бар ма осы Кореяда? Ақпарат жоқ. Елшілік негізі кез келген елшілік ондай жағдай болған кезде біздің елшіліктеріміз Қазақстан Республикасының азаматтарымен байланыста WhatsApp арқылы, Telegram арқылы, сайт арқылы, сондықтан ондай жағдай болған кезде біз міндетті түрде бірден біздің азаматтарымызға ақпарат береміз және ақпаратпен бірге ұсыныс береміз. Бірнәрсе болып қалса елшілікке келіп өз арыздарын береміз. Әріптестерім осыны орысша айтып